Ал балдар, бүгін көңіліңіз қандай екен сабақта? Бір-бірімізге жақсы тілек айтайықшы, сабақта жақсы тілекпен бастағанымыз болады, иә? Себебі соңғы сабақта біз шаршаймыз кішкене, иә? Кәні қайтып бір-біріне жақсы тілек айтайық екен. Ойымыз жақсы. Сіздер? Бүгінгі күні жақсы өтсін. Тағы? Ол балдар қана бір-бірге сәттілік қойып. Сабағымызда жақсы оқы. Бүгінгі күн жақсы өтсін. Қараңдаршы балдар. Ал енді біз өткен сабақта ағашпен жұмыс істеуді үйрендік, иә? Енді бүгін нобай дайындау және материалды таңдау, сонымен бірге материалды жұмысқа дайындау керек екен. Енді балдар, біз күнделікті өмірде қолданылатын ең қарапайым нобайды дайындап алайық. Нобай туралы ұғып алайық. Біз күнделікті өмірде ағаштан жасалған бұйымды не қыламыз? Дайындаймыз, иә? Көбінше күнделікті өмірде өнер адамдарында да, өзіміздің ас бұйымдарында да ағаштан жасалған бұйымдарды не қыламыз? Пайдаланамыз. Яғни ағашқа біз ою-өрнекті күйдіру арқылы немесе қағазға ою-өрнек сүру арқылы не болады екенбіз? Сүру арқылы ағаштың бетіне жапсырып, клейлеп, өрнекті қалдыра алады екенбіз. Яғни біз нобайдың бірінші сызбасын сыза кетеміз. Ал енді өздерің күнделікті өмірде қолданылып жүрген қандай ыдыстарды білесіңдер? Ағаштан жасалған. Өте керемет. Енді ол балдар, біз ағаштан жасалған қандай бұйымдарды, қандай аспаптарды білесіңдер? Домбыра, қобыз, сыбызғы. Енді балдар айтыңдаршы, осы аспаптардың барлығын біз білеміз. Қандай өрнектерменен? Өрнектің түрлерін айтыңдаршы. Қандай түрлерін? Ою-өрнек. Балдар сырға жатыр. Мүйіз дейді. Мүйіз ою-өрнектерін. Қос мүйіз қағы. Балдар, осының бәрін біледі екенсіңдер. Яғни біз енді бүгінгі сабағымызда біз нобай жасап алу үшін біз бірінші сызба сызып алуымыз керек. Яғни ою-өрнектеріміздің сызбасын сызуға бәріміз дайынбыз ба? Алдарымызда қарандаштарымыз бар. Жұмысымызға кірісейік онда. Нобайдың сызбасын бірінші ою-өрнектердің сызбасын сызып алуға кірісеміз.
саюды, күйдіруді бәрін үйреніп, біршама өрнектерді дәптерге түсіре бастадық. Енді осы бүгінгі ағаш өрнегінің 4 әдісі бар. Мына жерде бізде 5 топ отыр. Сол 4 әдісті кімдер біледі? Қалай түсініңдер? Бірінші әдісті кім айтады? Көшіргіш қағазы пайдалану. Көшіргіш жабайы салынған қағазды көшіргіш қағазға түсіреміз. Қағазбен ағаштың мұқият тегістеп жайып бекіту керек. Яғни балдар, сұраққа жауап берген кезде бәріміз орнымыздан тұрып, өзімізді көрсетіп, сол сұраққа дұрыс жауап беретінімізді дәлелдеу үшін анықтап сөйлеуге үйренуіміз керек екен. Ал бірінші тәсілді біз естіп, бәріміз білдік, иә? Ал екінші тәсілді Кальканы пайдалану, сурет салынған кальканы тақтаның үстіне қойып, бетіне төңкеріп қойып, жиектерін бастырып, сіз сонда тақтай бетінде сызық іздері қалады. яғни балдар, мысалы, мына тақтай болатын болса, осыған өрнек салынған қағазды не істейміз? Клейдейміз, иә? Жапсырамыз. Жапсырған кезде үстіне тіктейміз, яғни салынған ою өрнегіміз тақтайдың бетінде қалады екен. Ал үшінші тәсіліміз қандай екен? Сурет салынған қағазды тақтай бетіне бастырып, ыстық үтікпен бастыру керек. Яғни екінші, үшінші тәсіліміз өте бір-біріне тығыз байланысты екен, иә? Ал төртінші тәсіліміз қалай екен? Төртінші тәсіл? Айта ғой. Бір келгі бірнеше суретті бойын бетіне түсіру үшін графиктерді қолдануға болады. Шаблондар мен графиктерді бетіп кедір-бұдыр материалдарға өрнекті түсіру үшін қолдануға болады. Шаблондарды пайдаланады екенбіз, иә? Шаблондарды пайдалана алады екенбіз. Ары қарай, енді сонымен қатар біз осы 4 тәсілден өзгеше және күйдіру тәсілі бар бізде. Ағашты күйдіреміз. Бірінші ағашты күйдірмес алдын, ағаштың бетіне не істейміз? Ағаштың бетіне Күре жағамыз. Күре жағамыз тағы. Сурет саламыз. Жоқ, күйдіру кезінде, балдар, ағаштың бетіне біз өрнектерді салып алмаймыз ба? Өрнек салып алып, одан кейін барып не болады екенбіз? Күйдіреміз. Яғни бұл күйдіру тәсілі екен. Енді бір затты жасау үшін біз ағаш немен кесеміз, немен оямыз? Ыдыс жасау үшін, мысалы. Астау жасау үшін. Бұлдар. Немен оямыз? Балдар, ұлттық өрнекті, өзіміздің күнделікті ас мәзірінде қолданылатын астауды біз қашаумен ойып алады екенбіз. Қашаумен ойып аламыз. Оның сыртына ою-өрнекті неге саламыз? Арнайы күйдіргі аппаратымен ойып аламыз. Енді астаудың неше түрлісі бар? Кейбір астауларда аяқ жасаймыз, иә? Аяқты немен жасырамыз? Клеймен орналастырамыз. Балдар, бүгінгі тақырыпты жақсылап тұрып, үйде оқып қайталаймыз. Сіздердің оқулықтарыңызда 33-ші және 32-ші бетте анықтап көрсетілген. Бұл жерде көркем күйдіру үшін
нобай дайындау деген өз алдына жеке тақырып бар. Жаңа сіздер айтып кеттіңіздер, ағашқа біз қағаздан жасалған өрнекті, салынған өрнекті ағаштың бетіне жапсырып, үтіктеп жасаймыз. Яғни өрнек ағаштың бетінде қалады дедік. Сонымен бірге сіздер 32-ші бетті ашып қарайтын болсаңыздар, бұл жерде ағаштан жасалған, күйдіріп жасалған ою-өрнектер тұр. Ою-өрнектердің түрлері мүйіз, ағаштың бетіне мүйіз ойны, шеңбер, ай дейді, ирек, төрт құлақ деген біздің қазақтың ұлттық ою-өрнектерінің ішінде өте көп пайдаланады. Сонымен бірге мүйіз оюларында пайдаланады. Және ағаштың қандай ағаштарды біз неғамыз күнделікті осы аспаптарға, жаңағы астау, ыдыс-аяқтарға қандай ағаштарды пайдаланамыз? Қандай ағаштарды пайдаланамыз? Өте керемет балдар. Емен ағашын, қайын ағашын бәрін біз күнделікті өмірде пайдаланады екенбіз. Яғни ыдыс-аяққа да пайдаланамыз, және аспаптарға да пайдаланамыз. Осының барлығын біз үйде жақсылап тұрып оқып, дайындалып, келесі сабақта ағашпенен жұмыс істеуге біз кірісеміз. Яғни ағаштың бетіне ою-өрнекті күйдіріп саламыз, және қағазға түсіріп алып клейлейміз. Кітапта берген тапсырма бойынша жасап тұрып оқып келеміз. Арнайы әрқайсысын келесі сабақта альбомға, өздерінің арнайы осы көрерменге арнаған альбом бар ғой, соған бір ұлттық ою-өрнекті салып келесіңдер. Сау болыңдар балалар. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Түсінбеген жерлеріңіз бар ма? Жоқ. Яғни бәріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақтан үйренген жақсы, өзіміздің ұлттық аспаптарымен ұлттық жаңағы тағам беретін ыдыс-аяқтарымызды, өзіміздің ұлттық құндылықтарымыздың барлығын жүрегімізге сақтаймыз. Бәріңіз сәттілік. Сау болыңдар.